Ауыз қырғыз байқұш 4 қатын алса болауы же болбайы деген темада сөз жүріп, ошол қатын мәселесі жөнінде жақсы білгендерді шақырғанбыз. Азыр бірінші сөзді шол Тұрсынбай Бәкірұлына берсек, келіп қойсаңыз. Рахмат. Қысылақ мыласы, мұндан башқа тема жоқ па? Қатын мәселесін қоя тұрып, бір нәрсені айтып берейін сіздерге. Өткенде парламентке барсам, бір депутат менден сұрап атады. Ей, Тұрсынбай, сен емне сақал қойып алғансың дейді. Мен айтып атам, сақалым сен бір жерден кіріп атауы. Сақалым сайса, қатын беті сай атады. Сақалым сайса, балдарым беті сай атады дедім. Қандай іші бар біреуін, мен сақал қоям ба, қойбайым ба? Шариатта айтады, кімдің сақалы болса, кімдің мұрты болса, шол еркек есебінде дейді. Мен айтым, қатын ойынша жүру бергілі анда дедім. Қатын мәселесі жөнінде. Бұл жөнінде мен абдан жақсы білем. Екінші қатынды қарабалтадан албаш керек екен. Қарабалтаны алсаң, келеттіғі ертеменен бірінші қатынды бетін тұтаттағы түштен кейін продукт алып үйіне кетіп қалады. Қатынды алыстан алыш керек, Киевтен алыш керек, қатынды Москвадан алыш керек. Бұл самолетпен ұшып кетіп қалсаң, арқаған кет албайды. Анда қырғызша сөксең, ал сен жақсы түсінбейді. Ал сен орысша сөйлеп, анша-мұнша түсінесің, гесін түсінсең, гесін түсінбейсің. Ошентіп, бір екі қатыменен жақшылап жашаш керек дағы, қалған ма оқшат білгізбей жүру керек. Рахмат сіздерге. Рахмат сізге, шол бүгін бұндай бір жақсы ачылып айтып бердіңіз оқшайды. Азырқы сөз шол Қырғызстандан муфтийі, шол Чуағажыдан да сұрап көрсек, келсеңіз бияқы. Рахмат сізге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қатынды қайрақайлы алы беріш бұл шарт емес. Аллах субхана тағала айтып отады, егерде қатынды ақиқат түрде бағалсаңыз, анда алсаңыз бола береді. Мысалы, бірінші қатыныңыздың аты Гүлмира болса, екінші қатыныңыздың аты Нұргүл болса, Гүлмира лепешка жеймін десе, ошоға лепешка алып берсе, бұл ақиқат. Нұргүл болса, мен бөлкен нан жеймін десе, ошоға бөлкен нан алып берсеңіз ақиқат. Анан бардығын эле бирдей бөлкен нан алып келе берсеңіз, мындай болбойт. Аллах Таала разы болбой калышы мүмкүн да. Анан ошол қатынға нан эле алып келиш менен бүтпөйт иш. Алардын биринен бири өткөн тилдери болот, узун. Алардын ачуу сөздөрү болот, жана таттуу сөздөрү болот, ошондо көтөрүш керек да. Анан мен бир жерде бир никем бар эле, ошого шашып аттым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рахмат. Азыркы сөздө шол дегеле шол кыялымда эле катын алат эле менен башка эч кимге жетпей койдум деп жүргөн Жакып Медетов деген аксакал бар. Ошол келип койсун. Рахмат Бейшебек. Мен бала кезде бир эле эки кат алат элем деп кыялдандым. Кудай Таала кебетели жакшы бербеген үчүн ага деле жетпей калдым. Bu қатындар жылдан жылға қарыған сайын ал күштен таят деген қалып. Бұлар жыл өткен сайын тілдері тапталады қашайып. Сені жевірейін дейді, ақшаны кеп тауып келеді де бандан қорқушат. Мен бірде сені айтып берейін. Өткенде үйге келсем дан жоқ, тілінде де айлық бермейді. Анан инip кine барып келейін десем, анықында да нан жоқ, алдағы апамқына барам деп жолға шығып қалған екен, өкөз апамызды қыла жөнлөдік. Барсақ апамдың үйінде да нан жоқ, ал апам апасының үйіне кетіп қалыптыр. Ана мен айтам, ушул эки катын алып эси жоқтық бұлы біле қылам. 3 қатынды үстіме тартам, бандан көрөк, ушул ажыдардың алдында бірінші өліп қалсам екен деп Құдайдан тілеп атам. Рахмат Аллах'tan. Кишини чакырарды мен айтып коеюн, ошол кишиден кийин микрофонду ремонтко бериш керек, ошон үчүн Нурлан Мотиевди аркасына койгон. Нуке келип койсоң. Рахмат. Бейжемек, сен өзүң канча катын алдың? 9ду? Ошо 9. Мен кандай өткөндө? Мен 12де оккам, сен 9 турбай. Рахмат. Эми мен мындай
Көйле қатын алдым мен, аны жасырғанда міне Құдай көрдір ғой үстінде. Тұра. Мен бір ошо 6-7 менен жашап атып, где-то 5 менен жашап атып, инсульт болды. Анан азыркы жашап аткан болсо, өзү канчаны алдым ошо эсиме чыгып кетти. Эме 30-да. Анан өзү чачы аппак. Анан мен эми азыр мынау чоңдордон үмүтүм бар. Ошол мени карайчы кайра алып койсо, ошол жана көмүрдүн чаңпаң менен чачын карайта алам деген ой бар. Рахмат силерге. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз байкуш 4 катын алгандын погун жейби деген берүүбүз аяктады. Саламатта болуңуздар.